Ұлытау облысының әкімі Берік Әбдіғалиұлының төрағалығымен облыс әкімдігінің аппараттық жиналысы өтті. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Аппараттық жиында күн тәртібіне 3 мәселе шығарылды. Оның алғашқысы өңірдегі жол қозғалысы қауіпсіздігі туралы. 2023 жылдың 8 айының қорытындысы бойынша жол көлік оқиғалары 20,8%-ға азайғанымен, жүргізушілер тарапынан жасалар ірілі ұсақты жол ережесін бұзу жағдайлары саябырламаған. Өкінішке қарай жыл басынан бері 20 адамның ажалы жолдан келген. Ағымдағы жылдың 8 айының ішінде апаттылық ауырлық дәрежесін төмендету мақсатында жолдағы қауіпсіздікке тікелей ықпал ететін барлық 17.534 жол ережесін бұзушылығы анықталды. Сонымен қатар, жазаның бұлтартпасы принципі бойынша ұстану мақсатында 204 жүргізуші көлік құралдарын басқару құқықтарынан айырылды, 617 адам әкімшілік қамауға алынды және 13.590 жүргізуші сомасы 188.504.378 теңге айыппұл салынып, оның 79,1%, немесе 149.359.759 теңгесі өндіріліп, қазынаға құйылды. Бүгінде жол көлік оқиғаларының алдын алу үшін республикалық автожолдарда аудандық полиция бөліністердің патрульдік нарядтарын тарту есебі 30%-ға ұлғайтылған. Сонымен қатар облыс орталығы мен оған қарасты қала аудандарда жылдамдықты қадағалайтын камералар орнатылу жұмыстары да жүйелі жүргізілуде. Өңір басшысы аталған мәселе бойынша ауқымды жоба дайындауды тапсырды. Жалпы ортақ бір жоспар керек жол қауіпсіздігі мәселесі бойынша. Тиісті жаңа протоколда берілген тапсырмалар және аудандарға, қалаларға да тапсырмалар қосыңыздар. Жолға байланысты знак, камера, мектептерге тәрбие, ата-аналар, мынау ауыл фермерлермен жұмыс істеуге, лента, безопасность, отражающая, лента қосудың да бәрін сөйлеу қосыңыздар, жақсы ма? Күн тәртібіндегі екінші мәселе өңдеу өнеркәсібін дамыту жөнінде болды. Жыл басынан бері өңдеу өнеркәсібінің жалпы көлемі 528,5 миллиард теңгені құраған. Бұл көрсеткіш өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 6,8%-ға төмен. Мәселенің мәнісін облыстық кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының басшысы Данияр Манатжанұлы түсіндірді. Өңдеу өнеркәсібінің жалпы көлеміндегі негізгі 86%-ық үлесі бұл Жезқазған мыс балқыту зауытына келеді. Көрсеткіштің төмендеу себебі ағымдағы жылдың 1 тамызы мен 6 қыркүйек аралығында Жезқазған мыс балқыту зауытындағы кен термиялық пеш жоспарлы күрделі жөндеуге тоқтатылумен түсіндіріледі. Қазіргі таңда мыс балқыту зауыты жобалық қуатқа шықты және өндіріс айналымын арттырып, тұрақты түрде жұмыс жасауда. Берік Әбдіғалиұлы салаға жауапты басқармаға бұл бағыттардағы жұмыстарды ширату керектігін айтты. Күн тәртібіндегі соңғы сұрақ мемлекеттік қызметшілердің декларациялау тәртібін бұзу және әкімшілік практикасы туралы. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Ұлытау облысы бойынша превенция басқармасы басшысының орынбасары өңірдегі жағдайға кеңінен тоқталды. Бұл орайда жемқорлықтың алдын алу жұмыстарының басымдық берген жөн деді. Бүкіл әкімдіктер, басқармалар осы профилактика жұмысын ары қарай жалғастырыңыздар. Қателер болса, тиісті органдар өздері шығып, жаңа айтып кетті, әкімшіліктерді жауапқа тартылады. Сондықтан тағы да сіздерге ескерту. Жемқорлық туралы мен сіздерге қазір бұл жерде лекция оқымай қойын, өздеріңді жақсы білесіздер. Бүгінгі күні бұл халықтың арасындағы ең жиі көтерілетін мәселе. Аппараттық кеңесте айтылған сұрақтар бойынша тиісті басқармаларға тапсырмалар жүктелді. Көтерілген мәселелер өңір басшылығының қадағалауында болмақ. Мұқағали Сейітқазы, Мейіржан Мейрамұлы, Ұлытау телеарнасы.